Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай жаз мезгіліне арналған салқындатып ішуге болатын сусын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге каркаде түйіршіктері, апельсин, лимон, алма және мята қант керек болады. Ең алдымен қайнап тұрған ыдысымызға каркаде түйіршіктерін салып қайнатып аламыз тағы да. Бір толық апельсинді майдалап турап аламыз. Мен қазір 5-6 литрге дайындап жатырмын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Лимонның жартысын қосамыз. Және алманы да майдалап турап аламыз. Қайнап шыққан каркаде түйіршіктерін ситаның көмегімен тазалап сүзіп аламыз. Енді бізге каркаде түйіршіктері қажет емес, қайнап шықты. Енді жақсылап тазалап, ситаның көмегімен алып шығамыз. Қантын қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып, бір қайнатып аламыз. Дайын болған жемістерімізді сусынымызға қосып, бір қайнағанша күтеміз. Қатты қайнап шығу керек. Менде қайнап шықты. Енді жемістеріміздің барлығын сүзіп аламыз. Көп қайнатудың, көп ұстаудың қажеті жоқ. Бір қайнап шықса жеткілікті. Дайын болған сусынымызды ситаның көмегімен графинімізге құйып, іше беруге болады. Кішкене суытып аламыз. Сіздер де дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады және қолжетімді бағада.